Оқушылар, бүгінгі қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын бәріміз ортаға шығып, бір-бірімізге жылы лебіздерімізді күншуақ әдісімен білдіреміз. Бір-бірімізге жылы лебіздерімізді білдіріп қояйық. Жасын бастап. Сара, әдемі. Дауысын шығарыңыз. Жасын, ақылды. Айса тапқыр. Әйда су әдемісін, бұзылда тапқырсын. Барнос болсын. Елеріне тапқырсын. Аружан көріпсін. Сен тапқырсын. Аружан бес болдысың. Аружан сен ақылдысың. Сен әдемісің. Күншуақ әдісімен бір-бірімізге жылы лебізімізді білдірдік, иә балалар? Енді орнымызға отырамыз. Ал балалар, біз қазақ тілінен жалпы зат есім дегенді өтіп жүрміз, иә? Зат есімді өткен сабақтағы зат есімді пысықтап өтеміз. Зат есім дегеніміз не? Кім айтады? Қол көтереміз. Кімдер айтады? Көтереміз. Зат есім дегеніміз не? Қол көтереміз. Қасым айта ғой. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Иә, дауыстарымыз шығарады, жарайсың. Зат есімнің сұрақтарына кім жауап береді? Қол көтереміз. Зат есімнің сұрақтарына. Тұра ғой, кім? Аружан айта ғой зат есімнің сұрақтарына. Жарайсың. Ал енді зат есімнің сұрақтарын ережесін біліп алдық. Жалпы есім дегеніміз не? Кім айтады? Қол көтереміз балалар. Жалпы есім. Айта ғой бармын. Кісінің аты, жиынғы жер, су аттары, жан жануарларына қойылған атау. Жалпы есім деп аталады. Жалпы есім әр уақытта басы атпен жазылады. Ой, керемет, жарайсың, отыра ғой. Зат есімді, жалпы есімді, оның сұрақтарын бәрін біліп алдық, иә? Енді жалпы есім дегеніміз не? Кім айтады оқушылар? Қол көтереміз.